Армысыздар, құрметті ұстаздар, студенттер және қадірменді қонақтар. Бүгінгі тәуелсіздіктің 29 жылдығына орай өткізілгелі отырған тәуелсіздік ата-бабам аңсаған атты онлайн мерекемізге қош келдіңіздер. Армысыздар ағайын. Еліміздің тәуелсіздік күні баршаңызға құтты болсын. Бабалардың арманы, аналардың тілегі болған бақыт, тәуелсіздік 20 ғасырдың аяқталар тұсында біздің маңдайымызға дарып, алақанымызға қонды. Азаттық деген осынау қасиетті ұғымды жақындату үшін талай ерлердің жаны қиылды. Мемлекеттік тәуелсіздік, ұлттық қауіпсіздіктің және қазақстандықтардың рухани әл-ауқатының өз күшіне, еркіне, қуатына сеніп, бар мақсаттарын жүзеге асыруының Қазақстандағы ұлттық келісім мен тыныштықтың кепілі. Ендеше тәуелсіздік күні мерекесі баршамызға құтты болсын. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы кіргізілсін. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше деп білеміз. Себебі осынау жүрек жарды қуанышқа толы күнді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен өтті. О Тәңірім, осынау ұлан ғайыр қасиетті арған Тархан баламыздың әрбір тасы, әрбір өсімдігі, ұшқан құсы мен жүгірген ана, бір өзіңнің құдіретіңді паш етуде. Дәл осы мекеннің сипатына ұқсас. Кең өлкені көгілдіде дархан дариядай қазақ баласы мекендеп келеді. Ұлтымыздың әрбір азаматы туған мекенін ғасырлар бойы қорғап, ұрпағына нәсіл етіп қалдыруға, әр қойнауы табиғат байлығына толы, жеріміздің кең тыныстап өмір сүруі үшін аянбай күресуде. Мыңдаған жылдар өтсе де, татулығы мен бірлігі
туған жермен тұтасып, мәңгілік береке болған. Әмин. Қанеки бәріміз Азаттың туды қыранда еркін самғаған, асыл арманды алихат күнмен жалғаған. Ұғынсаң елім, бостандық атты бақ құсы, сан ғасыр бойы басымызға да қонбаған. Бұл күнді күтіп, батырлар жанын қиысты, бостандық алып көмірлеп кетті күйішкі. Ер жүрек ұлы, қайсар қыздары бар қазақ, мәңгілік азат, халық болуға тиісті. Ендіктерді аралап еркін дүбір, алаулапты керемет көркіңді нұр, алақайлап аспанға атып тұрып, берекелі бастағы бір күнді бір. Қуан қазақ, күн туды қуанатын, қазақ елі азат, қазақ жері азат, қазақ ері азат. Бұдан нұрлы шақ бар ма, бұдан асар бақ бар ма? Қуан қазақ, күн туды қуанатын. Әдептеді арманды әуелгі үміт, кекет алмас қазақта жау елгіліп, тәуелсіздік туындай билгенсің, кетті бүгін келмеске тәуелділік. Қуан қазақ, күн туды қуанатын. Қазақ елі азат, қазақ жері азат, қазақ елі азат. Бұдан нұрлы шақ бар ма, бұдан асар бақ бар ма? Қуан қазақ, күн туды қуанатын. Төрт түліктен майысып арқа бедер, тойлап жатыр ойқырда дарқан ерлер. Танып жатыр мойындап қазақ елін, танығысы келмейтін арпан елдер. Қуан қазақ, күн туды қуанатын. Қазақ елі азат, қазақ жері азат, қазақ елі азат. Бұдан нұрлы шақ бар ма, бұдан асар бақыт бар ма? Қуан қазақ, күн туды қуанатын.
халықтар ынтымақтастығы кең көлемде дамып келеді. Бұл достықтың түбі тереңде жатыр. Елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдерін ата-бабамыз кезінде құшақ жая қарсы алып, жерімізге қоныстануға, тәтті бірлікте мол өмір сүруіне жағдай жасады. Тіпті сол ұлт өкілдеріне қыз беріп, қыз алып, туыстасып кеткен жай да бар. Міне, сол бауырлас халықтардың салт дәстүрі, өнері, мәдениеті күнделікті өмірімізге сіңісті болып кеткен. Ата-бабамыз сақтап келген ауызбірлік пен ынтымақты бізден кейінгі ұрпақ та сақтаулары керек. Сонда ғана елімізде бейбіт өмір, шат көңіл, жайқалған дала, гүлденген қала болмақшы. Елімізде тыныштық, бейбіт өмір болсын деп тілейік. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болғай.
тәуелсіздігі геосаяси кеңістікте танылып, дүние жүзінің саяси картасынан егемен мемлекет ретінде нық орын алды. Қазіргі кезде Қазақстан егеменді ел, тәуелсіз мемлекет ретінде әлемнің көптеген елдерімен саяси, экономикалық және мәдени байланыстарын жүзеге асыруда. Қазақстан Республикасы президентінің 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздік туралы жарлығы жарияланысымен-ақ дүние жүзінің құлағы елең етіп, егемендігін алған ерікті Қазақстанды әлем мойындай бастады. Халықтың өліп өскен топырағы отанды қорғау қашанда ең ардақты іс болып саналған. Адамның азаматтылығы, рух биіктігінің деңгейі, ата-бабасынан қалған асыл мұрасы атамекенін, ұлттық келбеті ана тілін, салт дәстүрін, өнерін қастерлеумен, осынау ұлттық игіліктердің бөкеннің табанына тапталып жойылмауын қамтамасыз ететін мемлекеттік тәуелсіздікті қорғаудағы еңбегіне қарай бағаланбақ. Бұл күнде Қазақстан әлемнің өзге өркениетті елдері сияқты жаңа ғасырдың табалдырығын тең аттап отырған ел. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан әлемдік аренадан өз орнын ойып алған, Азия мен Еуропаны мойындата білген рухы биік қайсар елдің мекені. Тәуелсіздік қандай киелі сөз. Осы бір құдіретті сөздің тереңіне көз жіберіп, ой елегінен өткізбек. Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл арманы азаттық жолында құрбан болған, талай боздақтардың ұрпақтарына қалдырған аманат екені сөзсіз. Тәуелсіздіктің ең басты жемісі еркіндік. Біз ежелден ер деген даңқы шыққан халықтың ұрпағымыз. Ел бірлігі жолында әрқашан намысын бермеген халықтың ұланымыз. Біз алтын күн бедерленген, көк байрағын әлем биіктерінде желбіреткен бейбітшілік елдің азаматтарымыз. Кең байтақ жерінде бірлік жарасқан алуан ұлт ұлыстардан тұратын бір тұтас халықпыз. Ата-бабамыз аңсаған азаттықтан, армандаған тәуелсіз күн арайлап атып, көк байрағымыз көкте желбіреді. Тәуелсіздік елдіктің киелі кепілі, келелі келешегіміздің, ұлттық татулығымыздың нышаны. Сіздердің алдарыңызда тәуелсіз елдің еркін ойлы ұрпақтары. Дұшпанына дес бермеген қазақпын, жанарында от билеген, найзағайым көк түйреген, жауынгерім жау келгенде жауырынан оқ тимеген қазақпын. Туылғалы бас тескен, тамыры терең тас тескен, болашақтың қамы үшін басын беріп тас тескен. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген, қасарысқан қас жауды қанжығама өгерген. Қазақ елім жалды атқа мінген, жас қанатын жалғызғана, жаратушы хақ тәңірден қазақпын. Атырау мен Алатаудан, Алтайға Қаратаудан, тарихымды таңба қылып, тастан жазып таратылған қазақпын. Қамшалған, толай ән салған, үйлі жолан еңселі, ақтамызы қарсы алған. Олы орта кіші жүз, орданың күшіміз, көк байрақпен бір көстің, көкте қырын қозымыз. Қазақ елім
Kesken болашақтың қамышын басын тігіп бәстескен ол. Түрі тұрып түр берген, қожа тұрып қол берген, Қазақстан қашауды қанжығама өңгерген ол. Қазақ елім ай, қазақ елім Туғыбелді халқының бүгін бағына жас өрендер желбіреді нұғыста. Ғасырларға жалғастырып елдікті дақ түсірме ата-баба рухына. Үлгі бізге аталардың ерлігі, ұлағатты өнегесі елдігі. Жас ұрпақтың қолында тұр кейінгі, еліміздің болашағы ендігі дей келе. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 29 жылдығына арналған тәуелсіздік ата-баба аңсаған атты онлайн мерекелік кешіміз өз мәресіне жетті. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы тұғырына қондырылсын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын ағайын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.